Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге осындай дәмді қуырыс дайындайтын боламыз. Бұл пайдалы кеңестер каналы, тіркеліп алыңыз. Алдымен бізге керекті заттар: ұн, 5 жұмыртқа және тұз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. 3 саттан ғана тұрады, бірақ өте дәмді шығады. Алдымен жұмыртқаларымызды осылай кезектесіп жарып, тұзбен араластырып, жақсылап бірге екеуін араластырып аламыз. Міндетті түрде соңына дейін қараңыздар, қалай пісіп шығатынын көресіздер. Барлық толық рецепті төменде жазып қалдырамын. Осылай бір келкі болғанша араластырып аламыз екеуін. Сосын ұнды жаймен салып, бірден салмаймыз, жаймен салып, қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз қолға жабысатын және жұмсақ болып шығады. Осындай бізде жұмсақ, қолға кішкене жабысатын үлкен бір жуалы қамыр шығады. Оны біз тоңазытқышқа пакетке орап салып қоямыз. Жарты сағат көлемінде тұрады, сосын әдемі болып шығады. Осылай тоңазытқыштан шығарған қамырымызды әдемілеп иілеп, екіге бөліп аламыз. Сосын екіге бөлген қамырымызды жуалылар жасап, әдемілеп жұқа етіп жайып аламыз. Бізде 2 жуалы шығады. Біреуін жайып жатқан кезде, екіншісін міндетті түрде пакетке орап тұрыңыздар. Осылай жұқа етіп жайып алған қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Мен кесуге ыңғайлы болсын деп бөліп алдым. Сіздер бөлмесеңіздер де болады. Осылай видеода көрсетілгендей етіп бөліп шығасыздар. Табаға майда құйып қыздырып аламыз. Және бізге осындай таяқша керек болады. Осындай ұзын етіп кесіп алған қамырымызды осы таяқшаға орайтын боламыз. Осылай бір келкі етіп әдемілеп орап шығамыз. Бұл орап шыққан қамырымызды қазір майға салатын боламыз. Осылай мен вилка қолдандым. Вилканың көмегімен бір шетін ұстап тұратын боламыз. Бір шетін табаның шетіне қойып алсаңыздар ыңғайлы болады. Осылай араластырып отырасыздар. Негізі ыңғайлы және тез пісіп шығады. Бірден бірінші бетін аударып болған соң, екінші бетіне сразу аударсаңыздар әдемі гүл болып қып-қызыл болып шығады. Осылай тез пісіп шығады. Бір қолдарыңызды үйретіп дайындап көрсеңіздер, одан кейін тез өздеріңіз істей беретін боласыздар. Міндетті түрде осылай қарап, әдемілеп істеп көріңіздер. Бір істегеннен шығатын керемет қуырыс болады. Ең дәмді қуырыстардың бірі. Қанты да көп емес. Қонаққа қойсаңыздар да сүйсініп жейтін қуырыстардың бірі. Қолдарыңыз үйренген кезде осылай табаға 1-2 салып пісірсеңіздер болады. Мен қазір біреулеп пісіріп көрсетіп жатырмын сіздерге. Осындай керемет, әдемі, дәмді қуырыс шығады. Бетіне қант ұнтағын сеусеңіздер де. Қант ұнтағын сепсеңіздер де дәмді, керемет болады. Осындай күтірлеп ауызда еритін қуырыстарымыз дайын. Бұл пайдалы кеңестер каналы, міндетті түрде тіркеліп алыңыз.